Бүгінгі шығарылымда Шардар ауданының білім саласындағы даму динамикасына, мектептердің қазіргі ахуалы мен жетістіктеріне тоқталамыз. Ауданға қарасты 32 білім ошағында 19 мыңға жуық оқушы білім алады. Түсірілім барысында қуанышты жаңалық белгілі болды. Шардар ауданы облыс бойынша білім сапасынан 3-ші орынға көтеріліп, тың серпін көрсетуде. Жүйелі жұмыс пен бірліктің нәтижесі болған бұл көрсеткіш алдағы уақытта да жақсара түспек. Біздің Шардар аудандық білім бөліміне қарасты осы 32 мектебіміз бар. Оның ішінде 24 жалпы орта мектеп, бір негізгі орта мектеп, бір бастауыш және 4 шағын жинақты мектеп, 2 жекеменшік мектебіміз бар. Бұл мектептердің ішінде айтып өтетініміз, президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен жайлы мектеп жобасы, қазіргі келешек мектеп аясында біздің ауданымызда 2 мектеп салынды. Оның бірі 1200 орындық. Ол осы биылғы 2025 жылы ақпан айынан бастап оқып жатыр. Одан кейін биылғы оқу жылында 2025-26 оқу жылының 1-ші қыркүйектен бастап 300 орындық берілді. Қазіргі таңда 320 оқушы оқып жатыр ол мектепте. Жаңа мектебіміз 300 орындық осы биылғы оқу жылында берілді. Жалпы бізде 19.680 оқушы қамтылған осы 30 мектебімізде. Осы 32 жекеменшік мектепті қосқанда 32 мектепте отырмыз. Осы 32 мектепте 2840 педагог қызмет атқарып отыр қазіргі таңда. Жоғары білімдісі 2757 оқушы, мұғалім, арнаулы орта білімдісі 83 мұғалім. Оның санаттарына келіп өтетін болсақ, 18 педагог шебер, педагог зерттеуші 750, педагог сарапшы 728, педагог модератор 678 педагог модераторымыз бар. Одан кейін осы білім бөліміне қарасты 2 қосымша білім беру ұйымы бар. Бұл оқушылар үйі және сазы мектебі. Ол жерде 111 педагог жұмыс атқарып отыр қазіргі таңда. Одан кейін мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына келетін болсақ, білім бөліміне қарасты 41 мектепке дейінгі білім беру ұйымы бар. Оның барға 17-сі балабақшамыз мемлекеттік болып мемлекеттік, қалған 23 және 23 жекеменшік, бір шағын орталығымыз бар. Ол жерде 4690 тәрбиеленуші тәрбиеленіп отыр. Бұл дегеніміз көрсеткішпен шаққанда 99,4% қамтып отырмыз. 3 пен 6 жас аралығындағы балдардың 99,4% қамтып отыр. Бұлардың барлығы баушерлік жүйесі мектепке дейінгі ұйымдарға қосылып отыр қазіргі таңда. Енді мынау құрылыс жағына айтатын болсақ, бізде қазір білесіздер, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жаңғыру бағдарламасы аясында біздің ауданымызда 4 мектеп енді. Оның ішінде Достық ауылында орналасқан Достық мектебі, Алатау Батыр ауылдық округінде орналасқан Сырбек Кәттебеков атындағы және Тұрысбек ауылдық округында орналасқан Шоқан Уәлиханов және Әлімбетов мектебі. Бұл Әлімбетов мектебі 100% бітті. Бір қосымша жаңа корпусы жаңғыру бағдарламасы аясында. Ал 3 мектебіміз ішкі жұмыстарын бәрі толық бітіп, 26 жылға өтпелі. Дәл сіздердің алдарыңызда қуанышты жаңалық естіп отырмыз. Бүгін облыс көлемінде рейтинг шыққан екен. Рейтингте біздің ауданымыз 3-ші орында иеленіп отыр екен. Сондай жақсы жаңалығымызбен бөлісіп отырайын сіздермен. Бұл дегеніміздің барлығы жалпы біздің білім беру ұйымдарында білім сапасын арттыру, оқушыларды тәрбиелі білім алу мақсатында біраз жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мақтан тұтатын жерлерімізде бар. Халықаралық дәрежеде, республикалық дәрежеде бірнеше олимпиада, байқаулар, конкурстар жеңімпаздары бар. Атап айтатын болсақ,
Құрманғазы Сағырбайұлы атындағы мектебіміздің және нөмір 1-ші Мұхтар Әуезов атындағы жалпы білім беретін мектебіміздің оқушылары халықаралық дәрежеде мына Түркия елінде Анталияда болған робот техника құралдарын жасау бойынша конкурстар болған, сол жерде 3-ші орын иеленіп келіп отыр. Республикалықта бірнеше байқау конкурстарында жеңімпаздары атанып отыр. Оның үстінде жаңағы атап айтатын болсақ, мына жерде аты жөндерінде толық айтып өтейін. Бізде ана тілі байқау бойынша бізде Тәжібаев, Шоқан Уәлиханов мектептерінің 11-ші сынып оқушылары орын алып, және бұлар бар ғой Абай атындағы жаңағы Алматыдағы нархоз, солардың гранттарын жеңімпаз иегері атанды. Ыстық тамаққа тоқталатын болсақ, Қазақстан Республикасының президентінің 2022 жылғы 26 қарашадағы нөмір 2-ші жарлығы бойынша 77-ші тармағы бойынша мынау әлеуметтік осал отбасының балдары және бастауыш сынып оқушылары толық тегін тамақпен қамтамасыз ету жоспарланған. Сол бойынша бізде аудан көлемінде 1-4-ші сынып 6722 оқушы және 5-11-ші сыныпта жаңа әлеуметтік төмен отбасылардан шыққан 771 оқушы ыстық тамақпен қамтамасыз етіліп отыр. Ауданға қарасты Соқпақбаев атындағы жалпы білім беретін мектеп бүгінгі таңда өңірдегі іргелі білім ошақтарының бірі саналады. Оқу ғимараты 2010 жылы толық жөндеуден өткен. Қазіргі уақытта бұл білім ордасында 700-ге жуық оқушы сапалы білім мен саналы тәрбие алуда. Шардар аудандық білім бөліміне қарасты Бердібек Соқпақбаев атындағы жалпы білім беретін мектеп. Мектебіміз 2010 жылы осы ғимаратқа өткен. Жалпы білім беретін мектеп болған, алдында негізгі мектеп болғанбыз. Мектебіміз 2010 жылдан бері осы мектеп ғимаратта оқимыз. Ғимарат сол жылы толық күрделі жөндеуден өткен. Мектебімізде қазіргі таңда 639 1 менен 11 сынып оқиды. Мектепке дейінгіні қосқан жағдайда 669 оқушымыз қазіргі таңда білім алады. Академиялық адалдықты сақталып отырып алынды. Барлық БЖБ, ТЖБ-лар өткен жылда ОБТ бойынша мектебімізде 31 оқушы былтыр аяқтады мектеп түлегін. Қазіргі таңда 5-6 сыныптарда өткен олимпиададан 2 оқушымыз математика пәнінен және орыс сыныптарында қазақ тілінен 1 оқушымыз облысқа өтіп отыр. Одан кейін Алтын Сақа олимпиадасынан бастауыштан кеше 1 оқушымыз облыс деңгейіне өтіп отыр. Алдағы уақытта әлі алда жарыстар көп. Бұл жылдың бастамасы, сондықтан біздің мақсат саналы тәрбие, сапалы білім беру біздің мақсатымыз. 5 пен 11 арасында жәндегі әлеуметтік осал топтардан шыққан жартылай жетім, тұл жетім, одан кейін жәнде көп балалы аналар 59 болса, бастауыш сыныптардан 220 бала тамақтанады бір мезгілде. Тамақ сапасы минимумға сай, оны күнделікті өзімнің бақылауымда және апта сайын браконьерлерді комиссиямен барып тексеріп, хаттама жазылып отырады. Кемшілік анықталған жағдайда біз мердігерменен кемшілікті дер кезінде жоямыз. Ешқандай қазіргі таңда оқыс оқиға тіркелген жоқ. Құқық бұзушылық бойынша оқушыларымыз тәртіпті, әдепті, ешқандай бала ертек жүктілік, бала қауіпсіздігі, жол ережесі бұл күнделікті күн тәртібінен түспейді. Оның үстіне кіреберістерде файларды көріп отырсақ, дәулет экранда адал азаматтың апталық дәйек сөздері, айлық дәйек сөздері, осы қауіпсіздік мәселелері толық көрсетіп отырамыз. Дүйсенбі күні 8:00-де барлық сынып сағат қойылған сабақ кестесі бойынша. Сабақ кестесінде сол жерде фаяда әнұранмен бастаймыз. Сол жерде қауіпсіздік ережелері түсірілгеннен кейін 20 минут сынып жетекшілері өтеді, 20 минуттың қалғанын психологтар өтеді. Бұл биылғы қауіпсіз балалық шақ деген жоба жүріп жатыр. Бұл Түркістан облысының прокурорының жобасы. Бұл жобаның өте бізге берері зор. Баланы бір оқиға болмай жатып алдына көп бағытталған. Мектеп материалдық базасы орташа деңгейде. Мектебімізде лед экран 11 штугы бар. Робототехника кабинетіміз бар заман талабына сай. 202 компьютер ноутбуктеріміз бар. Және бір мультимедиа кабинетіміз бар, 2 информатика кабинетіміз бар, физика, химия, биология кабинеттері заман талаптарына сай жасақталған.
мындай технология көркем еңбек кабинеттері жабдықталған. Көркем еңбек кабинетінде жаңағы сыныптар әперілген, оқушылар өз нелерімен жұмыс жасайды, ағаш ояды, және де спорт залымыз бар, актив залымыз бар. Материалдық база өте жақсы деуге болады. Күтіп ұстау бәрі әдемі, мектебіміз таза, барлық мынау қауіпсіздік мәселелері бойынша өрт қауіпсіздігі, және сестің талаптарына бәріне сай өткенбіз биыл. Барлық нәрсесі заман қорытындыларын алып, оқу жылына толық дайын болып бастадық. Мектепте дебат үйірмесі ерекше дамыған, оқушылар ой өрісін кеңейтіп, шешендік сынды ойлау қабілетін шыңдайтын бұл үйірме соңғы жылдары бірқатар жетістіктерге қол жеткізген. Жергілікті, аудандық және облыстық деңгейдегі сайыстарда жоғары нәтиже көрсетіп, мектеп абыройын асқақтатып келеді. Мен осы мектепте дебат клубының капитаны болып саналамын. Біз жалпы аудандарға көбінесе шығып тұрамыз, көбінесе бірінші, екінші, үшінші орындарды алып жатамыз. Өзім де мысалға мектептен кейін сыз уақытта оқушыларды жинап дебатқа дайындайтын боламын. Жалпы өзім осы мектепте мұғалімдердің мүмкіншілігіне тоқталатын болсам, мен өзім биология химия комбинациясын таңдап жатырмын. Мен де осы мектептің мұғалімдеріне қарап мұғалімдік жолын таңдап жатырмын. Біздің мектептегі мұғалімдер білікті, білімді болып саналады. Бізге мысалы 11-ші сынып оқушыларына мүмкіндіктер өте көп жасалған. Бізде мектептен кейінгі өзіміздің мұғалімдер берілетін қосымшалар бар. Біз оған келсек, бізге мұғалімдер өте көп деген білімділерін өздерінің бөлісетін болады. Бізде себебі алдағы уақытта ұбт келе жатыр ғой, соған бізді дайындау мақсатында. Ауданға қарасты Шардара мектеп-лицейі өңірдегі білімнің көне қара шаңырағының бірі. Тарихы 1957 жылдан бастау алатын бұл оқу орны талай буынды тәрбиелеп, бүгінде елдің әр түкпірінде жоғары қызметте жүрген білікті мамандарды шығарған. Уақыт сыннан сүрінбей өткен лицейдің басты байлығы білімге адалдық пен ұстаздардың тұрақты еңбегі. Шардара ауданы білім бөліміне қарасты Шардара мектеп-лицейі тарихы сонау 1959 жылы Егенберді Ағманов ағамыз осы базардың жанында 2 этажды ғимараты болған, соны салып қазақ орта мектебі Шардара мектебі етіп ашқан. 1979 жылы осы ғимаратқа кірген, 46 жыл болды бұл ғимаратқа. Шардара мектеп-лицейі қара шаңырақтарының бірі, аудан орталығындағы. Біздің көптеген түлектеріміз Қазақстан Республикасы мемлекетіміздің ішінде, шет мемлекеттердің ішінде еңбек етуде. Соның ішінде өзіміздің облыста бірнеше аудандарда әкім болып жұмыс істеп жатыр біздің түлектеріміз. Мықты мамандар, әрине оның барлығы үлкен әріппен аталатын ұстаздардың арқасы, осындағы оқу, тәрбие беріп. Бүгінгі таңда 1247 бала білім алуда. 170 ұстаз бар. Биылғы жылы біз үлкен жобаға еніп отырмыз. Мынау білім беруді тұрақты дамыту қорынан Қазақстан халқына қоры бізді 250 миллион қаражатымен жабдықтап, мынау 30 кабинет толық жабдықталды. Күні кеше ғана қабылдап алдық. Өздеріңіз көріп шықтыңыздар. Бұл жерде негізгі бағыт бұл жаратылыстану пәндеріне, математикалық және шығармашылық жұмыстарға арналған кабинеттер және бастауыш сыныптар түгел жабдықталды десек болады. Бұның барлығы мынау президентіміздің саясаты ауыл мектептерін қала мектептеріне теңестіру саясатының мақсатында жұмыс істеуде. Енді бізге 3 магниттік мектеп беріліп отыр. Бүгінгі таңда қасымыздағы 3 мектеп магниттік мектеп деп аталуда. Енді ұстаздарымызды 3 жыл бойы оқытады. Мынау жаңадан келген мынау панельдермен электронда жұмыс істеуді, барынша білімді сапалы етіп беруді үйретіп, барынша осы біздің Қазақстан азаматтарын сапалы білім мен тәрбиені жаңағы ұштастыра отырып еңбек етіп ұшырып отыруымыз керек, біздің басты міндетіміз. Ыстық тамақ жөнінде енді 600-ге жуық бала, сонымен 1 мен 4-тің арасы толық, және мынау әлеуметтік жағдай төмен отбасылардың балдары қамтылу. 600-ге жуық бала ыстық тамақпен қамтылуда. Ыстық тамақтың сапасын прокурорлық комиссия құрылған мектеп жанындағы, олармен күнделікті қадағалап отырамыз. Жалпы ГЧП орындап отыр, барлық жаңағы өзінің міндетін мектеп тарапынан біз тек қадағалаудамыз. Мектеп жетістіктері
бізде көптеген енді үлкен тарихы бар мектеп болғандықтан бұрыннан жетістіктеріміз көп. Соның ішінде олимпиадаларымыз бар, ғылыми жобаларымыз бар. Мына өнер сайысы жағынан, айтыстан біздің бір оқушымыз бар, Асылбек атты баламыз республикаға шығып жүр айтыстан. Өнер волейбол қыздар командасы ауданға танымал халықаралық жарыстарда орын алып келіп отыр. Осы 25 жыл Ташкентте өткен халықаралық жаңа жарыстардан бірінші орын алып келді. Арм спорт, кәдімгі біздің ауданымызға белгілі, гир көтеруден, күрестен балаларымыз республикалық чемпиондарымыз бар. Енді бүгінгі таңда қауіпсіздік балалық шақ деген облыс прокурорының жобасының аясында жұмыс істеудеміз. Қауіпсіздікке барлық балдардың қауіпсіз білім алуына барлық жағдай жасалған, турникеттер жұмыс істеуде, камералар жұмыс істеуде, оған қосымша камералар қойылуда. Бұл жобада күнделікті жұмыс атқарылуда. Мынау өзіміздің мектеп инспекторы, жаңа да көріп отырсыз, бірге жұмыс істеп жатырмыз. Күнделікті осында жүреді, аптасына бір рет, мынау 7 мен 11 сынып аралығындағы балалармен аптасына бір рет өзі кестеміз бар. Кесте бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілуде, оған өзім де қатысып жүрмін. Сондай-ақ жаңағы лидер балдарымызбен жұмыс істеп жатырмыз. Әлеуметтік жағдай төмен балаларымыз, қиын балаларымыз бар. Мынау инклюзия сыныбымыз бар, ондағы балалармен үнемі жұмыс жүргізілуде. Психологтар тарапынан, дефектологтар тарапынан әлеуметтік жағдайын бақылап отырмыз. Біз енді шалғай аудандағы мектеп, біз орталықтағы. Сондықтан бұл жердің баласы да, жаңағы халқы да бәріміз бірлесе отырып, осы жердің азаматын тәрбиелеуіміз керек. Ол біздің міндетіміз. Осы жердегі азамат ретінде тек мектеп емес. Сондықтан мен бірінші талапты жаңағы оқушылар азамат болып өсуге, өмірге не қажет? Тәрбие керек, сапалы білім керек, мәдениет керек. Осының барлығын біз осы мектеп қабырғасынан алуымыз керек. Басқа аудан орталығында бүйтіп қарайтын, көретін ештеңе де жоқ. Сондықтан үнемі мен ұжымға айтып отырамын. Сабақтың басында тазалықтан бастап өзін қалай ұстауды, қалай отыруды, қалай жүріп тұруды, оның барлығын біз мұғалімдер тарапынан айтып отыруымыз керек. Сонымен қоса мынау ата-аналармен қазір ата-аналарды қолдау педагогикалық орталығы жұмыс істеуде. Біз ата-аналармен де осы бағытта көп жұмыс жасап жатырмыз. Мектеп Қазақстан халқына қорының қолдауымен қаржыланып, бүгінгі күннің талабына сай толық жаңғыртылған. Заманауи робототехника және STEM кабинеттері оқушылардың ой өрісін кеңейтіп, түрлі жобалар арқылы жан-жақты дамуына жағдай жасалған. Мұнда көзге ерекшеленетін кабинет, телестудия, мұнда балалар өздері подкаст жазып, бейне және фото түсірілімдерін жасау арқылы журналистика мен медиасфераның алғашқы дағдыларын меңгереді. Сәлем, бізде бүгін қонақта Шахназар. Бұл өзімен робототехника жасап әкелген. Бұны бізге қазір бұл таныстыратын болады. Бұл бізде спайк роботы, бұл бізде моторы және астында дөңгелегі. Бұл мотормен тек кодтар бар. Мысалы, жүргізу үшін жай жүргіземіз және қат жүргіземіз. Өшіру үшін осы кнопканы басамыз және астында дөңгелектері бар. Өзімен және айналмалы дөңгелектер бар және мотор бар. Мына жерде бізде спайк роботы, Makebook 2, мынау бізде Makebook'ның өзі, мынау Makebook 1, мынау Arduino. Arduino бізде робот сумаға арналған робот, ал бізде роботымызды жүргіземіз. Ауданға қарасты тағы бір іргелі білім ошағы Жаушықы мектеп лицейі. Мұнда 100-ден астам мұғалім жұмыс істеп, оқушыларға сапалы білім беруді атсалысып келеді. Мектептің басты ерекшелігі жатақхананың болуы. Бұл жерде шалғай аудандардан келген оқушылар жайлы жағдайда тұрып, білім алуға мүмкіндік алған. Шардара ауданы білім бөліміне қарасты Жаушықы мектеп лицейі. Бұл мектеп лицейінде 2023-тен бері қызмет етіп келемін мен. Қазір таңда мектеп лицейінде 104 ұстазымыз бар. Оның жаңағы 104-тің жаңағы педагог зерттеуші жоғары неміз 34 ұстазымыз бар. Педагог модераторымыз 21, қосымша педагог сарапшы 34. Қазір таңда ұстаздар қызмет етеді.
Қазіргі таңда бізде 740 оқушымыз білім алады мектебімізде. Қосымша мына жатақханамыз бар бізде. Ол жерде жаңағы 124 оқушымыз жатып оқиды. Мына шалғай ауылдардан келіп отқан оқушылар. Бұл жерде жаңа қазіргі таңда 5 мезгіл тамақтанады. Қазіргі таңда асханамыз жақсы. Жатақханамызда балдар тегін жатады, тегін тамақтанады. Жатақханада қазіргі таңда жағдайлары мынау үй жағдайында толық жағдай жасалған. Өйткені жатақ нелері жылы, ішкі әжетханасы, душы, дайындық топтары, бөлмелері, демалыс орындары, бәрі үй жағдайда не бар, бәрі сояғы жатақхана жасалған. Жақсы тамақ, бәрі қамтылған бұл жерде, жағдай жасалған оқушылардың қазіргі таңда. 24-25 оқу жылында бізде бітірушілеріміз жаңағы 56 бітірушіміз мектебімізде аяқталған. Оның жаңағы 38-і мектеп грант иегері аталып отыр. Бітірушілеріміздің арасында 5 алтын иегері болған. Ол 5-еуі де өз алтын ақтап грант иегері болып 120, ең жоғары 136 жоғары балл жинап, қазір оқу орнында оқып жатқан жайлары бар қазіргі таңда. Ал биылғы оқу жылына 3 алтынды Құда қаласа алтынға ұсынып отқан жайымыз бар. Олар да жаңағы өз несін ақтайды деп ойлаймыз. Биылғы өзіміздің жетістіктерге биыл оқу жылына келетін болатын болсақ, кешегі ауыл олимпиадасы бойынша бізде оқушылардың қазір облысқа 11 оқушысы өтті. Облысқа ауыл олимпиадасы бойынша қазір басталып отқан, республикаға 3 оқушымыз өтіп отыр. Құда қаласа олар да жаңағы өз нелерін ақтайды деп жүлдегер атанады деп отырмыз. Ыстық тамақ қазір тегін 1 мен 4-тің арасында ыстық тамақ тегін қамтылған біз мектебімізде. Жалпы облыс бойынша көлемдегі. Одан кейін біздерге тамын 5 пен 11-де аз қамтылған отбасылар тегін тамақпен қамтылып отыр қазір бізде. Ал біздің қазіргі таңда робототехника бір кабинетіміз бар. Мынау компьютер сыныбымызбен 3 сынып компьютер неміз бар. Химия, биология лабораториямыз бар. Математика кабинеттеріміз бар. Орыс тіл арнайы кабинеттеріміз бар. Мектеп ұжым мен директордың қолдауымен оқушыларға табиғатты аялауды үйрету мақсатында биологиялық бақ ашылған. Мұнда балықтар мен құстар табиғи ортада жүргенде әсер береді. Бұл балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған ерекше жоба. Сонымен қатар мектептің 1-ші қабатында аудан аумағына жиналған тастарды біріктіре отырып, еңбек пәнінің мұғалімі шағын су бұрқақ жасап, білім ошағына ерекше көрік сыйлаған. Мектебімізде биологиялық бақ өткен оқу жылында директорымыз Тілегенова Санағайдың қолдауымен ашылған болатын. Биологиялық бақты ашу мақсатымыз бұл жерде құстар, аквариумдер, түрлі өсімдіктерді өсіріп отырмыз. Бұның барлығы оқушыларға табиғатты сүюге, отанды сүюге, ел жандылыққа, әрбір өсімдікке сезіне білуге оқушыларды баулайды дейміз. Әрбір оқушыларға осы құстардың сайрауының өзі, мына су бұрқақтың сылдырының өзі оларға жақсы сезім сыйлайды деп. Осындай мақсатта оқушылар мектебімізде биологиялық бақ ашып отырмыз. Бұл биологиялық бақ барлық мектеп коллективінің қолдауымен барлығымыздың осы өсімдіктерді осы жерде оқушылардың өсімдіктерді жинауымен ашылып отыр. Құда қаласа бұл одан ары қарай жалғасып отыр. Биологиялық бақ әрі дамиды. Осы мектепте 30 жылдан бері еңбек етем. Мектебімізге бір көріп беріп тұру мақсатында осындай дүниені жасау ұйғардық енді. Мынау өзіміздегі табиғи тастарды әкеліп, үйлестіріп, осындай кереметтей дүние жасап шығаруға шешім қабылдап, соны жасап шықты едім. Қанша уақыт жасадыңыз? 1-2 апта көлемінде уақыт кетті. Тастарды жинау керек, әкеліп қалау керек, үйлестіру керек. Ұсыныс кім тарапынан болды? Ұсыныс өзіміз ұйымдастырдық енді. Не себепті бұндай су бұрқақ жасалды? Мектебімізге көріп көру мақсатында осындай бір көріністі ұйымдастыру ойластырылды енді.
Келесі білім ошағы Иманов атындағы мектеп 2022-2023 оқу жылында жаңа оқу ғимараты пайдалануға берілген 300 орындық заманауи мектеп бүгінгі таңда ауыл оқушыларына кең жарық әрі қолайлы білім ортасын ұсынып отыр. Сонымен қатар мұнда 150-ге жуық оқушы ыстық тамақпен қамтамасыз етілген. Бұл балалардың денсаулығы мен оқу процесіне жасалған айрықша қолдау. Мектебіміз 1972 жылы бастауыш орыс мектебі болып ашылған. 1975 жылы оқушы санының артуына байланысты негізгі мектеп болды, 8 жылдық. Сол 1975 жылы білікті директор мектебімізді басқарып Әлімқұлов Қамза ағайдың ұсынысымен мектебіміздің аты Амангелді Иманов есімі берілді. Қазақтың халық батыры, ұлт азаттық қозғалыстың батыры есімі берілді. Біздің мектебімізге міне оқушы санының артуына байланысты 2001-2002 оқу жылында жалпы орта мектеп болып аталды. Қазіргі таңда мектебіміз 2022-2023 оқу жылында президентіміздің бастамасымен мектебіміз жаңа ғимарат салынды. Сол 2022-2023 оқу жылында 300 орындық мектебімізге ұстаздарымыз, оқушыларымыз келіп оқыды. Қазіргі таңда 300 орындыққа арналған 2 мезгілде оқиды жалпы. 1 мен 4 сыныптардың барлық оқушылары ыстық тамақпен қамтылған. Жалпы 130 оқушы ыстық тамақпен қамтылған. 5 пен 10 сыныпта 25 оқушы ыстық тамақпен қамтылған. Жалпы мектебімізде 70-тей мұғалім ұстаздық етеді. Барлығы жоғары білімді, зерттеуші, сарапшы, модератор және де магистр бітірген ұстаздарымыз бар. Ұстаздарымыз қазір таңда барлығы да біліктілік курстарынан өткен, сапалы білім, саналы тәрбие беріп жатыр. Қазір таңда үлкен жоба болып жатыр. Балалық қауіпсіз шақ атты. Сол жоспарға сәйкес оқушыларымыздың қауіпсіздігі мақсатында түрлі іс-шаралар қатысып жатыр. Содан бөлек мектепшілік жоспарға сәйкес түрлі іс-шараларға, олимпиадаларға, аудандық облыстарға қатысып, шәкірттеріміз жоғары белестерді бағындырып жатыр. Материалдық техникалық базамен осы мектебіміз пайдалануға берілгенде қамтылған. Химия кабинеті, физика кабинеті, биология кабинеті, сонымен қатар робототехника кабинеттері, информатика кабинеттері, ағылшын тілінен мульти кабинеттері мен жабдықталған. Оқушылардың қауіпсіздігі, камералар. Оқушылардың қауіпсіздігі біздің басты назарда. Үнемі қауіпсіздік ережесімен күнделікті таныстырып өтіреміз. Және де мектептің барлық бұрыштарында, коридорларында, мектептің сырт алаңдарында 24 камерамен жабдықталған. Бастырма камерасы бәрі қамтылған, барлығы сол оқушылардың қауіпсіздігі үшін жұмыс атқаруда. Үйірмелер бар ма арнайы жұмыс? Біздің мектебімізде 9 үйірме бар. Шахматтан, волейболдан, үстел теннисінен, көркем еңбектен, құмыра жасау үйірмелері қазір таңда жұмыстар белсенді түрде атқарылып жатыр. Біздің мектебіміздің жетістіктері пәндік олимпиадаларда, аудандық мұғалімдердің арасында пәндік олимпиадаларда бірінші орын үнемі алып жатады. Және де аудандық облыстық олимпиадаларда бар мағжан оқулары, пәндік олимпиадалары, сонымен қатар Ильяс оқуларында мұғалімдеріміз жоғары жетістіктерге жетіп, мектебіміздің абыройын әрдайым асқақтатып жатады. Мектептің ерекше бағыттарының бірі еңбек пәні. Мұнда оқушылар құмыра жасайды, ағаштан түрлі оюлар ойып шығады. Пән мұғалімі Ердәулет балаларды тек сабақ уақытында ғана емес, сыныптан тыс уақытта да дайындайды. Оқушылардың жасаған шығармашылық жұмыстары аудандық сайыстарда жоғары орындарға ие болып, мектеп абыройын арттыра түсуде. Яғни осы мектепте білім алдым. Осы мектепті мектептің табалдырығын аяқтап болған соң, Семей қаласында арнайы білім алып, осы мектепке қайтадан көркем еңбек пән мұғалімі ретінде жұмысқа тұрдым. Қазіргі таңда 6 жылдық мұғалімдік стажым бар. Сонымен қатар осы көркем еңбек пәнінде осы құмыра жасау, яғни оқушылар сабақтан тыс шығармашылық жұмыстарымен айналысамыз. Бүгін біз тек ауданның білім саласының бір ғана қырын көрсеттік, дегенмен Шардара ауданның білім саласы одан да биік жетістіктерге қол жеткізетініне сеніміміз мол.